Арма ардақты әлеумет, назарларыңызда жаршы ақпарат апталығы. Сіздермен бірге мен Нұрлан Тәшінтегі. Апта ағымындағы айшықты жаңалықтарды айтайын. Қазақстанның азаматтық альянсы мен Евразия халықтар достығы Ресей автономды коммерциялық емес ұйымының ұйымдастыруымен діни экстремизмнің трансшекаралық қатерлері Қазақстанның көзқарас атты халықаралық сараптама алаңы өтті. Қазақстан мен Ресей сарапшылары арасында өткен кездесуде діни экстремизмнің трансшекаралық қатерлері талқыланды. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Дін істері комитетінің төрағасы Ержан Нүкежанов екі ел арасында өткен кездесуде халықаралық терроризм мен экстремизмнің таралу қаупін алдын алу, ел ішінде және одан да тыс жерлерде қауіпсіздікті нығайту мәселелері Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастықтың одан әрі негізгі басымдықтары болатынын атап өтті. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлер съезі хатшылығының 19-ші отырысы өтті. Нұр-Сұлтан қаласында өткен съезде қатысушылар съездің дайындығын пысықтады. Отырысты ашқан Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлер съезі хатшылығының басшысы Мәулен Әшімбаев. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі халықаралық күн тәртібіндегі бірегей бастама және жаһандық дінаралық диалогтың нағызғы тиімді тетік екенін атап өтті. Сондай-ақ съез хатшылығының басшысы Қазақстан тәуелсіздік жылдарында бейбітшілік пен жалпыұлттық диалогтың өзіндік моделін қалыптастыра алған назар аударды. Ағымдағы жылдың 4-ші қазанында Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде Қазақстан үкіметі мен ақш мемлекеттік департаментінің қарулы қақтығыстар аймақтарынан оралған азаматтарды оңалту жөнінде бірлескен жоба шеңберінде бірқатар сарапшылар арасында кездесу өтті. Дін істері комитет төрағасының орынбасары Бауыржан Бакиров кездесуде Жусан операциясы аясында оралған репатрианттарды оңалту және қайта әлеуметтендіру бойынша Дін істері комитетімен жүргізіп жатқан жұмыстары және осы салада жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп қол жеткізген оң нәтижелері туралы баяндалды. Аймақ жаңалықтарына оралсақ, жастар арасында діни білімді дұрыс таңдау, саналы көзқарасты қалыптастыру бүгінде өзекті тақырыптардың бірі. Осы ретте Қызылорда облысының Дін істері басқармасы дін мәселелерін зерттеу орталығы зайырлы мемлекеттің құндылықтарына сәйкес діни сананы қалыптастыру мәселелері тақырыбында мешіт жамағаттарының жастар санаты арасында кездесу ұйымдастырылды. Мешіт ұстаздары мен имамдары қатысқан шарада Ақмешіт Сырдария орталық мешітінің бас имамы Болатбек Абуов сөз сөйлеп, мемлекет тұтастығы мен бейбітшілігінің сақталуына жастардың орны айрықша екені талқыланды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы мереке қарсаңында түрлі іс-шаралар өткізу жоспарға қойылған. Осы бағытта Қызылорда облысы Дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының директоры Бақытжан Камалов Шиелі ауданы әкімдігі жанынан құрылған ақпараттық түсіндіру топ құрамымен кездесіп семинар өткізді. Аталмыш семинарда дін саласы бойынша ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жетілдіру мәселелері талқыланды. Тауньюз ақпарат порталында жарық көрген жазасын өтеуші Қанат Шымбергенов 2012 жылы 5 жылға абақтыға қамалған. Темір торға телмірген уақытында Шымбергенов өзіне қорған болатын жандарды іздеп, нәтижесінде адасқандардың арасына қосылып, псевдо-уақытшылардың қатарынан табылады. Қателеспейтін адам болмайды деп білем. Енді ең бастысы сол қателігін өз уақытында жөндеп, дұрыстау, тәубе етіп, сол қателікті екінші рет қайталамау. Ағымдағы жылдың 5-6 қазан күндер аралығында Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Дін істері комитеті жанындағы республикалық ақпараттық түсіндіру топ мүшелері аймақта мемлекеттік дін саясаты бойынша Қызылорда облысы тұрғындарымен арнайы кездесуге келді. Жоба аясында республикалық ақпараттық түсіндіру топ мүшелері жазасын өтеушілермен
мешіт жамағатымен, өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастар және студенттермен, Жусан жобасы аясында елге оралған әйелдер және әйелдер жамағатымен, сонымен қатар облыстық, қалалық ақпараттық түсіндіру топ мүшелерімен кездесіп, ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Балалық шағы бала кезінен былыққа айналған қуаныштың өмірі қуанумен емес, қайғырумен өтуде. Тауньюз ақпарат порталында жарияланған бейнематериалда бала кезінен анасынан мейірім, әкесінен қорған көрмей өскен қуаныш өз әкесінің жасаған қателігін өзгелерге айтуға ұялады. Әкесі 2012 жылы қолдан жарылғыш зат дайындап, күшті құрылымдарды нысанаға алып, елді бір шулатқан. Елге оралған жылы Қуанышбек те, анасы да бірнеше бап бойынша сотталды. 6 жылдан жаза арқалағандар қазір қатаң режимдегі колонияда. Екеуімен де теологтар жұмыс істеп жатыр. Ескертетін жайт, Жұмашевтардың бір ұлы бүлікшілер қолына мерт болды. Қалған балалар туыстарының тәрбиесінде. Мен түрмеде отырғанымда 2,5 жыл болып, 2,5 жылдың ішінде көп нәрсе үйрендім. Сол жалған уағызшыларға, псевдо уағызшыларға, радикалдық ағымдарға, солардың бәріне сенбеуді үйрендім. Ақ пен қараны ажыратып, тәртібімді дұрыстап осы түрмеден тезірек бостандыққа шықсам деп ойлаймын. Арнамыздың тұрақты көрермендері, жағымды жаңалықтармен қауышайық.